Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз мына сабақта теңге шотын қалай орнатамыз және де мына жердегі көптеген адамдардың сұрақтары биг транзитного счета, транзитного банка, яғни расчетный счет транзитного банка иін осыны қайдан аламыз деген сұрақтар келіп жатыр. Яғни мен қателеспесем осы наурыз айында мен түсіргем рубль шотын қалай тіркейміз деп. Сол кезде рубль шотының орнына Wildberries өзгеріс енгізді, яғни теңге шотын қабылдайтын болды. Мына жердегі шоттар негізі өзгеру керек. Жалпы бұны қалай аламыз? Биг транзитного банка, расчетный счет транзитного банка, иін деген банк деген қайдан аламыз? Мен өзімнің телеграм каналыма салып қойдым. Бүгін 2 маусым, яғни 2 маусымда мына жерде банк центр кредиттікі бар, биг транзитного банка Жусан банктікі бар, халық банктікі бар. Мына жерде барлығы жазып болған, мына жерде қай банктен аналарда жазылмаған екен. Мына жерде жазып болған, мысалы халық банк Сбербанк арқылы алынады, Каспий банк, Райфайзен банк, яғни бүкіл бұл жерде бигтер жазылған. Мына жерде өзгертіп қойын. Осы бүкіл мына жерде бигтерін өзгертіп, менікі де өзгермеген, өйткені бұл жер тестовый, яғни тестілеу үшін арналған аккаунт, яғни селлер Wildberries. Соны өзгерткеннен кейін сіздерге тауар егерде тапсырыс түскен жағдайда апарасыздар. Апарғаннан кейін бір аптаның көлемінде, яғни сіздерге ақшаларыңыз түседі. Яғни клиенттің қолына түскеннен кейін бір аптадан кейін түседі. Қазір Wildberries апта сайын ақша аударып жатыр. Сол осыны өзгертіп өздеріңізге қолдансаңыздар болады, яғни игіліктеріңізді пайдалансаңыздар болады. Сонымен бүгін теңге шотын қою және де биг транзитный банка қою сабағы аяқталды. Барлығын өзгертіп алыңыздар. Бұл телеграм каналға сілтемені мен осы видеоның астына, яғни описание деп айтады орысшаға, сол описанияға мен қалдырып кетемін. Міндетті түрде мен телеграм каналыма тіркеліңіздер. Сол жерде пайдалы ақпараттар беріп отырамын. Жалғыз Wildberries емес, Каспий бар, тағы да басқа да маркетплейстер жайлы көптеген ақпараттар берем. Және де Facebook таргет жайлы, Google сияқты трафик көздерін туралы пайдалы ақпараттар өз каналымда беріп отырамын. Каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сұрақ қойыңыздар, яғни мен телеграмда жауап беретін боламын.